мен бейді жаттамаппын. Саған айлық берейікші атасың еді. Үшеуің келісіп алғансыңдар ма? Бейді жаттамаған ғой мен. Енді сен сабаққа келмейсің бе? Ана дайындық болды. Барынша айту. Болды, басайық. Армысыздар, құрметті көрермен. Сәлем баршаға. Бұл тек қана қыздар жобасы. Жалпы мен ойлаймын енді, тек қана қыздар жобасы бірінші рет деймін Қазақстанда, иә? Сондықтан тағы да бір деп шапалақ ұрып қойсаңдар бұл. Бұл жобада қыздар любой тақырып дейтін нәрсе жоқ, мақсат дейтін нәрсе жоқ. Қыздар неге жақын? Айтыңдаршы. Дұрыс тапқанға 5 қоям. Қыздар неге жақын емес, көп нәрсеге жақынбыз ғой. Соның ішінде самый өсекке жақын. Өсекке жақын, одан соң десең. Одан соң кесекке десең. Өсекке жақынсыздар ма қыздар? Мен ондай емеспін. Ойбай, онда сен қыз емессің десең. Жоқ, иә. Бүгін біз бір президентімізден айырылдық деп. Камиланы шығарып жібереміз. Қазақ еліне. Жоқ, бұл жобада өте еркін тақырып. Әр жобада неше түрлі өсектер талқылайтын боламыз. Олай болса, құрметті қонақтар, бүгінгі біздің тек қана қыздар жобасының қонағы, жұлдызды қонақ, қаншама қыз келіншектердің мотиваторы, психолог, секс-коуч. Жаман кетіп жатыр. Бүгінгі кештің қонағы Рет Айданочка! Айдана жаным, қош келдің. Бірінші кезекте давайте гүл в студию. Ойбай, маған емес қосын. Айдана, құтты болсын жаным, өткен туған күніңмен жаным. Көріп атырмыз, айналайын, бүкіл ел тойлап атыр екен ғой туған күніңді. 6500 теңгеден жинадық осы гүл үшін. Сынып болып 650 теңгеден жинадық дейді осы. Туған күніңе Айдана. Сен вообще есебің 0 екен, е? 100 мыңның гүлі бұл неқса? Болды, отыр. Ойбай, абайлашы Айдана, айналайын. Үзіліп қалайын деп тұр ғой. Ахай, жұрттарға береді әйтеуір Құдайда. Қош келдің Айдана. Көргенімізге өте қуаныштымыз. Микрофонды алғасын қазір қояды. Беріңдер. Жаным. Мұнау кәдімде шынымен, е? Инстаграмда қалай өмірде тура сондай. Біз Айданамен бірінші рет кездесіп тұрмыз ғой, дұрыс па? Осы жерде? Бәріміз бірінші рет кездесіп. Бір-бірлеріңе айна сияқтысыздар сіздер. Айна сияқтысыздар. Айдана екеуміз ба? Аха. Екеуміз бір адам сияқтымыз ба? Сен жаман кіріп атсың негізі. Болды. Тәте. Инстаграмдағы энергиясы дәл солай екен, е? Күшті болып кеттің ба? Қазір күйеуіңе барғың келіп жатыр ма, Ғырке? Жоба бітпей жатып десең. Айдана, қош келдің жаным. Қош не дейтін еді? Қош көрдік дейді. Қош көрдік. Қош көрдік. Рахмет шақыр. Тұра тұр, бастаймын мен. Сен жағаласың, сен кекіріп атсың ба? Не істеп атсың жаңадан бері? Жаңа колашкем. Сен жағаласа бермесе кім? Інім? Колашкем ғой жаңа. Шақырғандарыңа рахмет. Қуанышты болып отырмын осындай жаңадан жоба ашылғанына. Тек қыздардың әңгімесі, қыздардың өсегі. Енді бір өсек деп айтқанмен енді маңызды, керекті тақырыптарды қозғайтынымызға мен сенімдімін. Осы жерде подкаст қой, бұл негізі. Осы подкаст шыққаннан кейін әр қыз келіншек бір инсайтқа толып, білімге толып, мотивация алып шығады деген ойдамын, сенімдемін мен негізі. Жалпы осы жобадан кейін олар да бар. Плюс жаңағыдай өмірге деген көзқарас өзгеріп, бір күліп, мәз болып қалатын сияқты. Еркін күшті өтетін сияқты. Камила бірдеме айтқысы келіп отыр. Бірден Айдана мен үшін өте қызық бір кейіпкер, шынымды айтайын. Инстаграмнан запрос жіберсем, почему-то мені қабылдамайды. Түр әдемілерді ғана қабылдайды екен, мені қабылдап десең. Неге деген сұрақты мен сыртта қоя салайын, ал қазір сұрағым мынау ғой. Неге Айдана Рет? Яғни, енді бір ассоциациялар келіп бәрібір. Давай, сен өзің жауап бермей тұр. Өзіміз бір рет көрейік, давай. Не үшін Рет Айдана? Рауанадан бастайықшы. Неғменен бастайсыздар. Сен ақылды сияқты болып көріп тұрсың, ше? Неғмен ақылдым. Так, мен үшін анау сіздің курсыңызды алған кезде ақшалар жетпей қалған кезде ретке алып жатқан кезде Айдана Рет.
Ақерке менің ойымша айтады ғой қыздардың көзі қызылда деп ше не алса бұл кісіге қыздар емес керісінше жігіттердің көзі қызылда болып жүреді көбінесе. жігіттер де қызыл түсті жақсы көреді. Иә. Давай бәріміз қызыл түсті жақсы көрейік. Давай бәріміз Мен бүгіннен бастап жақсы көремін. Жоқ, негізі қызыл түсті өз-өзіне сенімді әйелдер ғана жақсы көреді екен. Кигенді, ернін қызылға бояғанды. Мен мысалға қызыл түсті ұнатпаймын өзімнің үстімде. Яғни жақсы көрмейсің, Камилла. Жоқ, өз-өзіме деген сенімділік, видимо, хромает. Вот сондай бір проблема болып тұр ғой. Келісесіз бе, жасау Айдана? керек. Мереке вообще өзіңіз қатты жақсы көресіз ба? Туфлиіңіз қып-қызыл ғой. О, мен өзімді жақсы көрген, өзімнен 6 жас кішкентайға тұрмысқа шығып алғаннан ақ білінетін шығар. Өзімді сондай красавчикке лайық санағаным, Қазір басқа жаққа кетіп бара жатырмын. Бұл жерде өз-өзіңді жақсы көру емес, самоуверенность. Яғни өз-өзіңе деген сенімділік. Вот мен енді сенімді болғаннан кейін айтып жатырмын. Негізі ред деп о бастан Араб тілін аударғанда деп шықса. Рауана сен сияқты тұра тұрсай тыңдасайшы. Рауана сияқты тиктоктан шықтық, сол жерден көтерілдік. Алланың қалауымен. Сол кезде ең бірінші парақшаны ашқан кезде Ред Айдана деп ашқан болатынмын. Өйткені мен бірінші өзім қызыл түсті қатты жақсы көремін, маған жақын. И біреулер мысалы жаңағы ерекше түстерді, яркий түстерді кигенге қорқады, қатты внимание немнеден бәрі қарап қалады, бүйтіп қалады. А мен керісінше жақсы көремін, маған қарағанын, тамсанғанын, қалағанын. Центр внимание болғанын десе. Сондықтан о бастан солай ашқан болатынмын. Дұрыс айтасың, жаңағы бұл түсті өз-өзіне сенімді адам тартып тұрады. Бұл түсте сол адамға жақын болады да. Страсть, буря, эмоция, сексуальность. Айта берсем көп. Жобаны тоқтатып Арсенге кеткім кеп тұр ше негізі. Сондай түс болғандықтан маған ұнайды. Сөйтіп аштым. Мен білген жоқпын көтеріліп кететінімізді, жаңағы атымыздың шығып кететін. О баста. Кімсің атақты Айдана болатынымды дейді. Ред болатынбыз. Қазір Айдана десең танымайды ғой. Ред Айдана десең бірден таниды ғой. Негізі сол яркая, видная, дұрыс, страстная. сен онда сол мақсатта істеген болсаң мақсатыңа жеттің айналайын. Қазір өте мықты. Ред Айдана дегенде бірден қызыл түс елестейді барлығымызға. Иә. Сөйтіп кеттік әйтеуір. Тақырып бүгін бізде Айданан ажырасу туралы. Не үшін қазіргі таңда жаңа мен мына қыздардың статистикасы өте қатты қорқытып жатыр. Мен енді қатты андай не біле бермеймін, интернетте не болып жатқан, не қойып жатқан дейтін сияқты. Біздің Қазақстан шынымен де ажырасу бойынша 2-ші орында ма? Иә. Статистика бойынша 1-ші орында. Енді сен қалай ойлайсың, не үшін қазіргі таңда ол нәрсе көбейіп кетті? И сенің өзіңде жиі болады ма, ондай нәрсе өзіңде болған ба бұл ситуация? Ажырасу ма? Иә. Хабарым бар болып тұр ғой бастан өткеннен кейін. Статистика бойынша, статистикаға оралайықшы. 1-ші орында бізде Мальдив аралдары. Мынау ұят болды ше. Басқа мына ажырасудан 1-ші орынға жетіп қалдық қой. Иә. Қазақстан 2-ші орында. Статистика бойынша. Оның себептері көп. Оған қазір ораламыз. Бәріміз осы тақырыпты қозғаймыз ғой бүгінге. Менің де басымнан өтті. Мен де ажырастым. 2-ші рет тұрмыс құрдым. Шүкір Аллаға қазір бақыттымын. Бақытсыз әйелдің де күйін кештім. Менің ажырасқан себебім зависимость. Жаңағы ішімдікке өте қатты тәуелді болды. Сонымен қанша тырыссаң да мен ана қорқынышым бар. Өзгермейтін адам өзгермейді. Иә, менің қорқынышым мынандай болатын ғой, мен ажыраспау керекпін. Ажырасқан әйел деген ол жаман әйел. Бізді сөйтіп енді айтады, ажырасты ма не? Кішкентай кезіңнен не естисің? Үйдегі жағы тәтеңнен не естисің? Туыстарыңнан, көршіңнің ажырасып келгенін, оны ду қол шапалақтап өсектеп отырады ғой. А оны көрген біз, қалай өстік? Ажырасу деген масқара екен ғой. Ажырасқан әйел қарабет екен ғой. Сосын ер азаматтар ажырасқан еркекке дым демейді, ажырасса әйел ойбай кінәлі, мынау қолдан қолға кетеді. Самый последний черт адамды әйелі қылып қойды ондай. Әсіресе еще оңтүстік жақта дамыған осы менталитет. Жоқ, қатты өйтіп не қылмай ақ қояйық. Қай жақта да шыққан жүрген басайсың. Қай жақта да, қай қалада да, қай облыста да ажырасқан әйел жаман ғой, бұрыннан сондай. Иә, жаман сол тырысады әйел адам. Не только мен да. Әйелдер қиыншылыққа төзеді.
барлығын көреді, басынан өткізеді. Бұл жерде минуста өзінің болатынын сезеді да, и барынша отбасын сақтап қалуға тек әйел тырысады. Көбінесе әйел тырысады. А ер азамат кете бер, бар, бала шағыңды алда, бара бер, бар, көреміз дейді. Баламен де ұстай алмайсың. Баламен де, ештеңемен де. Мына жерде сен ұстауға тырысасың. Мына қазір актуальный тақырып осы ғой, қазір тиктокта да шулап жатыр, біздің тамсанып жүрген жұлдыздарымыз да кетіп жатыр екі жаққа, иә. Қай жақтан қарасаң да, былай да қарасаң да, әйел тырысады, ұятқа қалмайын, ойбай деп, мен сөзге қаламын деп. 14 жыл жасырып десе жасырып, иә, барын жасап. Но сізде енді себеп сол жаңағы тәуелділігі болды, иә, ашысуға. Ал мысалға қазіргі жаңалықтарға сүйенетін болсақ, сол көзге шөп салу ғой в основном, иә. Яғни екінші әйел, басқа бір өзге әйелге еркектің көзінің түсуі сол себеп болып жатыр ғой. Не себептен еркектер осылай қанша бала шағасы болса да бәрібір басқа әйелді таңдап кетеді? Енді былайша түсінікті тілмен айтайын. Біздерде ер азаматтардың көбісінде комплекс Мадонны, яғни осы тақырыпқа үңілетін болсақ, бұл симптомды ашатын болсақ, біздерде ер азаматтарымыз біздің инабатты әйелді алады, шлюшканы қалайды. Бұлай ашық айтайыншы. Дұрыс айтасың. Алады, комплекс Мадонны дегеніміз. Мысалы, қара, осы жерде айтып жіберейін. Жаңа оранған қыздарды алып алады, үйге отырғыз қой, өздері кетеді дейсің ғой жаңағы. Флешкалардың артынан. Бұлар сондай әйелді тұрақты деп ойлайды, от әйелден қорқады, бірақ қалайды, түсініп отырсың ба? Сол кезде бұл инабатты, ибалы келінді алды, қызды алды дейікші. Ол түндегі инабатты, ибалы дейсің ғой? Вот, қарашы енді, инабатты, ибалы алды, сөйтеді да, қалап тұр ананың ашылғанын, бірақ іште қорқыныш. Бұл төсекте ашылса, өмірде кетеді. Ана менен кейін мені жіпі болып кетеді. Иә, қолдан кетеді. Маған жаңа шөп салады, бүйтеді, сөйтеді. Лучше инабатты, ибалы болып, әдемі түнде светті өшіріп, ян қосылайық, бала шағамыз тудырайық, иә. Ана развратный бірдеңе керек болса, вот налево схожу дейді. Сондықтан да мына қалауы басқа, таңдауы басқа, көріп тұрсың ба? Өз-өзін түсінбейді, ер азаматта осы комплекс болғандықтан. Сосын басы екі жақтан ойлайды, түнде анаған барып келеді, күндіз мынаны қимайды. Ол әйелге инабатты, ұяң әйелге, енді келіншегім деп қараған сайын, ер азамат ойлашы, келіншегім менің деп қарайды. Анау түнгі киімдерді қалай киеді, қалай ашылады. Жаңағы үй бүйтпе, сөйтпе деп отырады ғой біздің ер азаматтарымыз. Не деп айту керек сонда әйел? Әйелін қолдау керек қой. Жаным, сен келіншексің, сүйкімдісің, келінсің, бірақ сен менің от әйелімсің, мен сені қалаймын, сен кереметсің. Мынау деген чулкиің жарасып тұр, түнде кигенің қандай әдемі. Мен мына жібі құсап киіп ағасын демей дейсің ғой? Жібі құсап демей, иә. Жарасып тұр, әдемі деп, мен үшін тырысып жатыр. Неге Арсен сол жаққа вообще бармайды десем, мен жаман екен ғой онда түнде. В общем, енді жаңағы кім айтады ғой енді еркек кімге, әйеліне, ойбай, чулкиң қандай әдемі, сөйтіп енді жақсы болып кетем екен, соған төсек. Ойбай, жақсы болмағанда, сені біреу мақтап отырса, сені қарашы мына Рауаны жігітің кеп, жаным, аяқтарың қандай балғадай, осындай ауызына тық жересің ғой аяғыңды. Жарасады деп тұрса, жарасады деп тұрса, а не то, что, ойбай, мынау не мне қып-қысқа, мынан қара көті басың көрініп жатыр десе, кетесің ғой, бітті, жабыласың. Тырысып қаласың ғой, бүрісіп. Мен қақ үсте береді, бүйте береді. Жаңа Айдана сияқты айтса білесің ба, не істейтініңді? Не істейді? Қолтығына Ол спай сасып кеткен ба? Сіздердің өздеріңізде бір қысылу бар сияқты, ол төсек дегеніміз өмір ғой жандарым ау. Неге сіздер бір ұят нәрсе айтып қойған жоқпыз ба? Ауыр тақырып айтып қойған жоқпыз ба? Барлығы жақсы. Наоборот, білу керек, үйрену керек. Отбасылы өмірде төсек маңызды. Иә, пи***сіңдер азаннан кешке дейін. Біздің мақсат осы. Тегін ғой дейікші. Тегін ғой, дұрыс қой. Берсіңдер ғой. Саған емес, төсек сабақтары білімдері. Сен бірінші байға тиған, одан кейін сенікі уже күнә болып кетеді, айналайын қарағым. Саған болмайды. Бізге болады. Кеттік бар сен? Мына жерде Арсен. Мынандай сұрақ қойғым келіп тұр да мен Айданаға. Біздің бәрібір
жаңағы елімізде бұл мамандықты қабылдай алмай жүрген адамдар көп қой, иә, дегенмен негатив келеді ғой, яғни сексолог, секс-коуч деген адамдарды, яғни жеңіл жүрісті қыздарға теңейді, дұрыс емес пе? Дұрыстап түсінбейді. Мына көздері қараңғы, ой, мынау ана итчипу емес пе дей салады. Қозғасаң, осы тақырыпты қозғасаң, жоқ бүйтеді ғой, ең қызығы мына комментарий өлтіретші, көт деп бұлда көтеріліп кетті ау дейді да. Ал не сөз ал? соны жазған мен едім ше. Жаңағы сұрақты нететін болсақ, аяқтайтын болсақ, яғни сол хейтпен, сол негативпен қалай күресіп жүрсіз? Ойбай, басында өте қатты қиын болды. Мен бірінші негізі халыққа жеткізу үшін юмор, әзілмен жеткіздім. Түсіріп, ер азаматты да, әйелді де, төсек бар бізде, мешать ететін, кедергісін келтіретін адамдар бар. Бізде ойлайды келінмен, баласының арасында ештеңе жоқ деп, есікті қақпай кіре беретін енелеріміз бар, ортасына түсетін адамдар бар. Екі жастың ортасына есік еткен түседі дейді, бұлар рұқсатсыз нагло түсе береді ғой. Жоқ, маған ғана емес, жалпы жаңа сен айтқандай дұрыс, ол нәрсе болу керек. Төсек дейтін ол міндетті түрде керек, бірақ ерлі зайыптың ортасында, басқалай емес. Енді біз білеміз ғой, Айдана, сені көптеген осы жұлдыздарға разбор жасайды екенсің, иә? Барлығына прям, или көпшілігіне ма? Осы соңғыңа бір тоқталып кетсек. Жоқ, мен мысалы ше, өйстіп талдау жасасам, феминистік оймен бір әйелді мен как будто түсіріп жатырған сияқты, оны жығып беріп жатырған сияқты, ер азаматты бір жақтағандай, любовницаны мақтағандай көрінемін де. Өйткені әйелдердің болі, ей больно, и она думает, сен мені жығып жатсың ба, ол любовницаны қолдап жатырсың ба деген даже сұрақ қоймай бірден әкетеді хейтпен ше. Но мен сендерге былай айтайыншы, мен өзім әйелмін, мен өзімнің күйеуім бар, қалай мен любовницаны қолдаймын? Ол қызық та, былай логикаға сәйкес келмейді. Бұл жерде қолдау деген жоқ, бұл жерде ситуацияны сырттай қарау. Көбіне мені келіншектер көреді, любовницалар емес, келіншектер, әйелдер, күйеуі бар, ер азаматы бар. Солардың болын мен оятамын да оларды қатты айтып, ей сен тасташыны тірлігіңді деп салпетектеніп, то кухнядан шықпайсың, то бала шағам дейсің, то анау дейсің. Ей, құрсын, ер азаматың бар емес па? Күйеуіңе де көңіл бөліп қой дейсің ғой. Көңіл бөл, кішкене ятсыздау бол, әйтпесе ятсыз қатынға кетіп жатыр. Дұрыс па? Ятсыз қатынға кетіп жатыр. Ояншы, неге кетеді? Жоқ, любовницаға неге кетеді? Бұл да үлкен бір тақырып қой. Мысалы ше, әйелің аст үстіңе түсіп жатыр. Барынша, сұлу, сөз десе сөзі, көз десе көзі бар. Кетті. Осы жерде разбирать еткен кезде там уже выходит барлығы ше. Әйел адам фокус вниманияны өзінен емес, өзгеге, ер азаматты да қатты жақсы көріп, барынша беріліп кеткен кезде, жақсы көріп күндіз, түнде инабатты әдемі, кеткен кезде ер азаматқа скучно, ана жерде бітті іздейді, остренько, перчинка бірдемені іздеп сыртқа кетіп жатқан жоқ па? Сендер айтып отырсыңдар, бізде қазір осы бірінші тақырып болып тұр, любовница деген. А любовница она какая? Елестетіңдерші просто. Бағана айтып жатсыз ғой, явно дамбал емейді. Явно, свежая, ухоженная, басында уайым қайғысы жоқ, яғни бала-шаға жайлы ойлап, жаңағы бүкіл нәрсені сырып тастап отыр. Проблема айтпайды ғой, проблема айтпайды. Женщина без проблем. Точно. И ол өзінің үйіне, жаңағы еркектің өз үйіне, семьясына кет қалмау үшін барлығын жасайды ғой. Дұрыс па? Любовница. Естімеу үшін. Любовница. Осы әңгімеде бір сұрақ қояйыншы. Міне, мен мынаны қазір, кама? Мынаны бітір жері салайын. Саған айтты ғой Арсен, бізге жол берді. Білем ғой, сен айтады. Жоқ, любовницасын сенің қолыңда қару ғой енді бұл, яғни бұл білім, жаңағы жыныстық сауаттылық, бұл да бір үлкен қару. Сен ол қаруды әйелдерге бергің келеді, яғни күйеуі бар әйелдерге. Ал бұл қаруды ашыналар қолданып жатқан да шығар. Яғни курсқа келген кезде ашығынан айтқандар болды ма? Яғни мен бір ер азаматпен кездесіп жүрмін, оның әйелі бар деген сияқты. Болды ма ондай ситуациялар? Ондай хаттар келеді. Не жауап бересің оларға? Қолдамаймын әрине.
қолдамаймын, бірақ енді бұл жерде 1000 қазақтың қайсы біріне айдап отырасың, былай білмейсің ғой, мен ашық айтамын. Иә, білмейсің ғой. Қалай әйел алса, так и любовница алуы мүмкін ол курсты. Біз физически не можем олардың үйлену туралы куәлігін сұрап отырып бірден тексеруге олай. Не можем. Жоқ, ол дұрыс қой, иә. Иә. Бірақ рас ашығынан айтып келгендер болды ма? Иә, бізде елімізде жүрген атақты жаңағы жұлдыздарымыздың ашыналары да жазады маған, бәрін білетін болдық қой. Аха. салып жібермейсің ба инстаграмға? мен кетіп қалайын деп тұрмын ғой. Ей, қой. Қалжыңдайды. Қалжың емес ау сол. Қалжың ба әйтеуір? Қалжың ғой. Жолама. Ашына деген. Сен мына жобаны Қуаныш болмай айтады, екінші болмады дейді. Әшіне! Әйелдер масқарага, сен бүйтіп табит етеді ана жерде. А сен қандай жауап бересің оларға? Яғни қандай кеңес бересің? Жалпылама дұрыс жолға кеңес бересіз ба қоюға, сіз? Кімдерге кеңес беріп жатыр? бас тартуға бір кеңес айтасың ба? Мен кеңес айтамын, мен боқтаймын, айғайлаймын, ұрсамын мен. Не болды деп ше, біреудікіне жармасып құрсын деп. Боқтаймын. Свежийларын біреуден қалған емес, свежийларына лайық Соны соны айтып, дейтін шығар. свежий, ұзын, неше түрісі бар. Ұзын демеші, Арсен елестеп кетіп отыр просто. Мен айтамын ғой, Жан жағынан ұзын ғой Арсен. самооценкасы жоғары деңгейдегі қыз баласы өзін тек жақсыға лайықтымын дейді ғой. Дұрыс па? Дұрыс. Тек өзіне жақсы адамды ғана, мықты адамды, ер азаматты ғана көргісі келеді. Ал бүйтіп жүрген әйелдер, таласып жүрген, білмеймін енді. Жаңағы отбасылы еркек қатты жақсы көріп қалса ше, мысалы. Любовница мен жаңағы. Мен ойлаймын да, Айдана ханым, ол любовницалардың Мен түсінбейсіздер ма? Мен сұрағам еш. Енді жақсы көріп қалса, негізі мені көретін қыз, ол қатты жақсы көрмейді басымен. Ол қатты өзін жақсы көру керек. Мен солай үйретемін. Махаббат деген өзіңнен басталады. Әуелі Аллах, әрине әлбетте, одан кейін махаббат өзіңнен басталу керек. Растворяться етіп, жоқ болуының қажет жоқ. Бір адамды жақсы көріп, ондайды ер азаматта жақсы көрмейді. Мен сендерге айтайыншы. Жабысып тұрған. Сен біреу үшін өліп жүр. Бұл енді айтып жатыр. Өзі емес, саған ғашық па? Кім ситуация сұрақ қойып жатырмын. Сен айтып жатсың, ол семьясы бар адам мені қатты жақсы көріп қалса не болады деп тұрсың ба? Олай емес. Жаңағы отбасылы еркек, жаңағы любовницасы бір-бірін қатты жақсы көріп қалса, не істейді деп жатырмын. Енді екеуі жақсы көріп қалса, әрине көріп отырсыңдар ғой, үйленеді. Барлығын ер азамат барын береді оған. Ана просто жаңағы любовницасы оны өзіне ғашық қылды ма, Битіп уже манипуляция жасап отырады ғой, білгенін істейді ғой, өйткені ер азамат жақсы көріп тұр оны. Айтқан деген болады. Любовница жаңа еркектің өзінің семьясына кетіп қалмауы үшін, бірінші қатынына яғни кетіп қалмауы үшін любовница барлығын жасамай ма? Барлығын жасап отыр ғой сол енді. Жасағанда әдемі жасап вот отыр соны айтып ғой. Барлығын жасайды. Еркекке не ұнайды, соның бәрін істейді. Сол үшін еркек кете алмай қалады. Жаңағы разбор не болды? Разбор давай. Сол жаңағы неде? Сен мысалы, мен ол кісілерге бірақ тиіскім де келмейді. Давай бізге ақ жасай берші, Арсен екеумізге. Разбор. Подкаст пайдаланып өзіңізге разбор жасатып алады ол. Иә. Ойбай. Кетіп пайдаланайық десең, әзіл. Жоқ, Арсен екеумізге, бұлай енді білетін шығарсың, танитын шығарсың, екеуміздің арамыз 6 жас. Оны қалаңыз Арсен білгенде, бұл кісі білген Арсеннен. Егерде мини разборда былай қарайтын болсақ, екеуіңе сырттан көреміз ғой, сырттан көреміз ғой, жас бала, махаббатқа мас бала дейікші. Махаббатқа мас бала деп жатырмын. Қызық болып бара жатырмын ерекеге бәрі. Жоқ, бұл жерде көрініп тұр да, қалай сіздерде қандай махаббат, екеуіңіздегі қандай бір-біріңізді түсіну и без маски өмір. Без маски қалай бар, солай бір-бірлеріңді сүйесіңдер, солай қабылдайсыңдар. Сен аха десең, ол сенің күлкіңнен қуат алады. Ал сенің жағы қылықтарың бар өзіңше, ол риза болатын адам ғой. Бір ескейінші деп па? Өзіңнің қылықтарың бар, тартып тұратын шы. Сендегі самооценканың биіктігі, мен осындай, жасымнандай деп тұрған жоқсың сен, айналай. Ең бастысы жаңағыдай бетпердесіз өмір
ыстық алау сезімдерің сен былай ашып айтпасаң да көрініп тұр ол жақта. Ашық Точно, көрсетпесең де шынайылық көрінеді, айтпасаң да. Иә, көрініп тұр, сезіліп тұр. Ал маскамен өмір сүретін адамдар, жұптар, яғни қатты сезіледі. Ер азамат өзін байсалды ұстайды, жаңағы жерде мен еркекпін деп. Әйел өзін биязы ұстап, екеуін екі жаққа жіберші, ана еркек қуған кезде кәдімгідей еркін өзін сезініп ше, басқаша, бірақ әйелдің жанында басқаша. Ал әйелмен өзін отырасың ғой, сөйлесесің ғой, ол қалай ашылады? Оказывается, билейді десе, билейді, ән айтады десе, ән айтады, еркін күледі, бірақ екеуі қосылған кезде бет перделерін киіп алады да, ана зажат Күшті сезіледі. семья болып жүре ма? Өте қиын, иә, өте ауыр энергия от них веет прям. және фальштың артында қаншалықты ұзақ өмір сүруге болады дейсіз ғой, иә. Қиын, өте қиын. бір сәтте шаршайды екеуі де. Шаршайды. Еркек те шаршайды, әйел де шаршайды, сонымен жолдары екіге кетеді. Иә. То есть ең бірінші лайфхак дейміз ба, не дейміз енді, яғни бір-біріне шынайы болу. Арасымен де даже 20-30 жыл бірге тұрып жатқан ерлі-зайыптылардың арасында шынайылық болмауы мүмкін. Иә. Өте қиын энергия. Ол жақта бала-шағада барлығын сезіп тұрады. Қиын да. Біз мысалы Асекем деймін ғой, Асеке екеуміз бірге қай жақта болмасақ та, біз бір-бірімізден ештеңе жасырмаймыз. Күлкім келсе күлем, билегім келсе билеймін. Мен ер азаматым қолдап, ұнайды да менің мінезім, ашық мінезім. Тентек болған сайын ұнайсың. Я, ерке болған сайын ұнаймын. Менімен жаңа тамсанады, қуат алады. И оның да қалай бар, жаңа болмайтын әзілдерін жіберсе, аха деп күліп отыра беремін. Менде жоқ, дұрыстап әзілдеші, бүйтпеші деп, бетпердеңді киіші, маған ұнамайсың, былай жоқ. Маған ол қалай бар, маған солай ұнайды. Так и я. Екеуміз сондықтан да әлі де жас жаңағыдай үйленгендей жүреміз да. Қанша болды? Ойбай, біршама болып қалды, 7 жылдай болып қалдым. Иә, сондай болып қалды. Бала бар ма ортада? Ортақ 2 ұлымыз бар. Бірінші менің ер азамат тағдырлас дейінші, менің ер азаматымда 2-ші рет үйленді, мен 2-ші рет тұрмыс құрдым. Екеуміздің қыздарымыз жасты, почти. Сондай. Жаңағы бірінші жұбайың балалармен араласып тұра ма қазір? Иә, менің ер азаматым жағдайының барлығын жасап қойған, өзінің қызының. Жоқ, иә, сенің ер азаматың бұрынғы бала-шағаларының жағдайын жасайды. Жағдайын жасайды, қыз біздің үйде. Иә, сен өзің қыз жаңағыдай өз қызыңмен бірдей көресің. Иә. Енді кімнің Камиланың сұрағы? Өзіңнің алдыңғы күйеуіңнен бала бар. Иә. Ол балаларын көріп тұра ма, араласып тұра ма? Ой, там это сложно так. Мен былай ашып айтатын болсам, ол тәуелдіктен арылмаған, ол деген жаңағыдай өте қиын кезеңде жүр. Не баласын қанша жыл өтіп кеткенін білмейді, ажырасқанын білмейді, есінен кішкене бір ауырсып. Енді қатты берілген адам ол жүр да, қазір адасып жүр. Өзін таппай жүр. Ал бірақ сенің сол балапандарыңды қазіргі күйеуің өзінің баласында көреді, дұрыс па? Иә. Олар менің әкем деп не қылмайды, іздемейді деген ма? Бір қыз. Ана жақтан да бір қыз ба? Иә. Екеуі де сенің тәрбиеңде? Жоқ, демалыс күндері келіп тұрады қызы. Үлкен әпкесіндей көреді, ашық әңгімесін айтады. Менің қызыммен екеуі жақсы тіл табысады. Біздерде қонады 2-3 күн деп. Бірге шетелде алып кетеміз. Біз 2 баланы да бөлмейміз. Бірдей көреміз. Күшті, керемет. Ана жақтың қарсылығы бар ма? Яғни енді дегенмен секс-коуч дегеннен кейін бірінші ой адамда кішкене бір шок болып қалады ғой. Ол жақта қарсылық жоқ па? Яғни күйеуің тарапынан қай жақтан? Бәлкім басында болды ма? Яғни мен қызымды жібермеймін ол жаққа деген сияқты әңгіме болған жоқ па? Маған жіберсе мен не істеймін ол қызды? Жақсы емес пе қайта? Анасымен ашылмайтын қыз ол өте тағдыры да қиын болады. Өмірде басқан қадамы да ауыр болады. Мен сіздерге айтайын. Мен секс-коуч деген кел бергел деп ашық 18+ әңгімелерді жібермеймін ғой. Тәрбие болу керек. Мынандай ашық қыз өсіп келе жатырған кезде ашық әңгіме болу керек. Бұл жерде. Иә, өсіп келе жатқан менің қызым 6-шы сынып оқиды. Асекенің қызы 5-ші сынып оқиды. Өсіп келе жатырған қыздарым Как раз вот переходной возрастқа жақындап келе жатыр. Тұрбысындай әңгіме айтамын. Мен артық анандай олар түсінбейді ғой пока ол тақырыпты. Зачем маған айтып? Гәп ойнаймыз. Иә, ашық
тәрбие, ана ойнаймын, күлемін, бірге жаңағыдай серуендейміз, мен қысылмайды да, қандай адам болмасын. Өйткені әрбір тақырыпты маған айтса да сырын, иә, маған осындай жігіт ұнап жүр, классымда бір бала деп бастаса, мен андай қандай бала сенің жасыңда демеймін, мен деген қойшы кім деп әңгімені жалғастырып кетемін да, қызыммен де, екі қыздар. Мен Айданаға қарап қызығып отырмын, қыздар. Кәдімгі керемет ана ғой, дұрыс па? Мысалы, қазір өз баласына көңіл бөле алмайтындар көп қой. Оның қасында, мысалы, жан-жарының жаңағыдай басқа анадан туған қызын өзі қызындай көріп, одан артық көрмесе кем көрмей отырғаны, бұл енді тәрбие аларлықтай айналайын Рауана. Не айтқың келіп отыр, айт. Не қып десе бересің ба? Мен ашында айтқым деп тұрған жоқпын. Көзің мөлдіріп бір бәле айтқың келіп отыр ғой. Көзім мөлдір ғой менде өзі. Күшті сұрақ қояйын деп жатырмын. Бұл қазіргі таңда бизнес вумен қыздардың бірісіз ғой, былай қарап тұрсаңыз. Қазіргі таңда өзіңіздің массаж бизнесіңіз бар, сонымен қоса қателеспесем бизнес клубыңыз да бар, өзіңіздің, және де курстар сатасыз. Келесі сізде секс-шоп ашу ма, или қандай ойларыңыз бар өзіңіздің? Интим магазин, әйелдер үйде әдемі киініп жүрсе екен деймін. Біздерде қыздар отвлекать етпеңдерші, күшті айтып келе жатырмын. Біздерде қыздар, біз сыртқа тек әдеміленеміз, әсемденеміз, үйімізде жүре береміз ғой, шаш төбеде, маған ыңғайлы болса болды деп. Негізінде әйелдер біз үйдің ішінде әдемі жүрсек бар ғой, нұр үстіне нұр болатын еді. Мен жақсы көремін андай перья, бірдеңе, андай киімдерді. Любой жерде қоздырып жүре беремін. Пикми десеңізші, пикми болыпшы, еркелеп, ұнайды да маған, әдемі. Біздерге үстімізге әдемі тұрса, өзімізді королева сезінеміз ғой ана жерде. Енді саған былай айтатын әйелдер де көп, қалай үйтіп жүреміз, үйде қайным тұрады, немесе қайнапкем тұрады, немесе енем, ата-енем көз. Бөлме деген бар емес. Тек бөлмеде ғана, иә. Бөлме бар, квартира бар. Неге біздерде қорқады квартира? Бөлек бір жаңағы барып келіңдер. Бір күнге, иә? Иә. Хотя екі күнге де болады. Аптасына 2 рет гостиницаға барып тұрамыз, мысалы. Күшті ғой. Мысалы, иә, отвлекает. Ана бала жылаған сайын өзіңде настроен кетіп қалады, енең бүйтіп жүрген сияқты нервің шығып тұрады. Одан қалай сен еркін сезінесің, ләззатты қалай аласың и бересің да? Мысалы, сол үшін де екеуің бұрынғыдай бір свиданиеға барып, одан кейін барып түнгісін қосылып, әдемі андай перья киіп алып, белье, мысалы, күшті ғой. Интим магазинді ашпақшымын. Значит, ашатын нақты ойыңыз бар, иә? Сатып алып қойдық. Ата-ене қалай қабылдады? Ата-анам басында менің жаңағыдай видеоларым тиктокқа шығып кете беретін болды да. Мамам менің нәзік, мен мінезім негізі тік мінезді, өзімді мен вообще ешкімге ренжіткізбейтін адаммын. Маған не айтады, кім не дейді, маған қызық емес екен. Өзім мақсатым бар, тіке жүре беретін адаммын. Бірақ мама биязы, жаңағыдай бұрынғы көзқараспен, бауырлары шыққан, бірдеңе айтқан, сонымен Ойбай, точно ма? Кеше интересныйда жүрген сен маман ғой, екеуін билеп атқан. Билегенді қатырады, бірақ басқа жағынан ыңдайды. Ойша, айтып атқан сөзіме ол кісі екеуі екі бөлек сияқты болып тұр да. Билегенді күшті қатырады деймін. Мінезі, өзін қорғауы, бәсеңдеу да. Жұрттың сөзіне сынып қалады. Иә, сынып қалады. Сол кезде мама шыққан болатын, не деп жатыр, өйстіп жатыр, сенің қызың деп жатыр деген сияқты. Мен айттым, мама, менен ұялатын болсаң, менімен араласпай қойсаң болады, қызым жоқ дей берсең болады. Мен қатты сөйлеймін негізі, тіке айтамын бірақша. Қатты айттым, мама, менен ұялсаң, мені жоқ деп есептеші дедім. Бірақ мен ұялатындай іс-әрекет жасап жүрген жоқпын, мен бір жерімді сатып жүрген жоқпын, жаңағыдай ала жібін аттап жүрген жоқпын. Адал ниетіммен өзімнің нәпақамды тауып жүрмін, біліміммен, иә? Қаншама жыл оқыған. Сондықтан да егер де менің сөздерім, іс-әрекеттерім ерсі болып көрінсе, пожалуйста дедім. Но мен сізге кеңес беремін дедім. Қазірден сіз елдің сөзін тыңдап осылай өмір сүретін болсаңыз, ары қарай өте қиын болады. Мен ешкімнің сөзін тыңдамаймын да, маған қызық емес дедім. Бұл әңгіме уже социальный жаңағы әлеуметтік желілерде танымалдылыққа ие болып жатқан кезде болған әңгіме, түсінгенім бойынша. Оған дейін жаңағы Мәскеуде оқыдым, магистрмын деп жатсың, ол кезде ата-анаң бейхабар болды ма, яғни не оқып жатқаныңды? Жоқ, менің ата-анам, мен рұқсат сұрамаймын әке-шешемнен. Мен тұрмыс құрған әйелмін, менің өзімнің ер азаматым бар. Рұқсатты мен ер азаматымнан сұраймын. Тұрмыс құрғаннан кейін бұл білімді алдың. Түсінікті, ол да әрине. Тұрмыс құрғаннан кейін мен ер азаматымнан сұрадым.
айттым осылай мен айтқым келеді көп, потому что мен анда жаңа айттым ғой, юмормен бастаған кезде сол бір тақырыпты қозғаған кезде барлығы дейді да, сауаттың жоқтығын мен бірден байқадым. Вот мынау тақырыпты айту керек, иә, мына тақырыпты айту керек, оқу керек және әдемі жеткізу керек дедім ше. Сосын ер азаматымнан сұраған кезде менің ер азаматым мені қолдап, давай, қолынан келеді. Мен аңқау бір глупая женщинаға да ұқсамаймын ғой, ана легкомысленная. Ешқандай да. Иә, сен қасқырға ұқсайсың, сен анакондаға ұқсайсың, кобраға ұқсайсың. Біреу сырт көзге көрген кезде мен ойлайды, мынау сөйтіп қалған біреу шығар деген. Көрген кезде өмірдегі энергиямды, зілдігімді бірден байқайды да, оп деп ше. Аяғын тартады дейсің ғой. Иә. Соны ер азаматымның жаңа рұқсатын алғаннан кейін бірден оқып бастап, ақырындап жеткізе бастадым мен. Осы тақырыпты ше. Тегін разбордан бастаймын. Мен негізі төсектік түнгі қарым-қатынасты ашық айтпаймын. Мен курсымда ғана айтамын да оны. Мынау енді жаңа айтып кеттім ғой, үлкен бір қару ғой енді әйелдердің қолына берілетін, иә, яғни сенің білімің. Мынандай сұрақ қойсам, ренжіп қалмайтын шығарсың, надеюсь. Все, максимально открыто же, да? Егер сенде осы білімің, сен бірінші тұрмыста болған кезде осы білімнің барлығы сенің басыңда болса, сен ол қарым-қатынасты сақтап қала алатын ба едің, қалай ойлайсың? Жоқ, мен жаңа айттым, бізде түнгі қарым-қатынастан, қылықтан проблема болған жоқ, бірақ барынша кішкене ұяң инабаттылау болдым ғой, енді оның несін айтамын, болдым. Яғни менің сұрағым, может ли женщина вытащить своего мужчину? Қазір айтамын, иә, түсініп отырмын. Мен әрдайым айтамын қыз-келіншектерге, мынау игромания, алкоголизм, лудомания, наркомания, зависимые люди, оларды жаңағы хоть сальто айналып бер, қылығыңды 100 жерден көрсет, ол өте қиын оларды өзгерту. Иә, олар мүмкін емес. Мен 7 жыл тұрдым бірінші ер азаматыммен. И мен оның барлығын көрдім. Қалай? Мен көзім айттым ғой жаңа. Қатты мен ажыраспауды қаладым, бірақ бәрібір де ащы судың артынан кетті ғой. Сол сияқты ойынның артынан пәтерін қойып, иә, кетіп жатырған, бала шағасын ойламай кетіп жатырған қаншама ер азаматтар бар. Зависимость. Қасында жүрген әйел уже созависимая болады да, ол батпақтан алып шыққысы келеді, бірақ жоқ, қолынан келмейді. Сондықтан маған айтады, мен ер азаматымды өзгерте аламын ба? Мен айтамын, жаным, мен ашығын айта салайын саған, мен 100% айтам саған. Бұл курспен, сексологиялық, психологиялық өзіңді өзгертуіңмен ол ер азаматты өзгерте алмайсың. Пока оның осознанность өзінің миы кірмейінше, өзі қалап қоймайынша. Ал ондайлардың өзгеру өте қиын. Иә. 1000-нан бірі шығар. Сондықтан жаңағыдай ғой, жауабын алдыңыз, иә. Ал қазіргі таңда енді өте өкінішке орай жаңа екінші орында тұрсақ, демек бізде алкоголизм да көп. Жаңағыдай лудомания да көп. Енді оған қазір мына жаңағы наркозависимость па қалай? Ол да қосылды. Енді жаңағы Айдананың шәкірттері көптігіне қарағанда түнгіне де қосылып тұр ғой, общем. Сонда жаңа біздің тақырыбымыз измена, ажырасуға бұлардың барлығы өзінің жан жақта өзінің септігін тигізіп тұр ғой, общем. О бастағы сұрағымызға жауапты да алған сияқтымыз ғой. Осының барлығы бар, одан кейін барып біздің қыздардың рөлін шатастырып алуы, күндізде түнде де жаңағыдай инабатты ибалы болып жүре береміз да, біз сөздің ашығы. Түнде кішкене любовница рөлінде өзің алсаң, сырттан өзгеден ер азаматтар ондай қиын адамдар емес негізінде бар ғой. Мен оларды ақтамаймын. Жоқ, егер барлығы бар болса, иә, сыртқа егер қарайтын болса, ол да бір зависимость, кстати. Еркектің деймін мен оларды өте әйел құмар ер азаматтар болады. Еркектің жыпысы. Жыпысы, иә, тоймайды. Ол да бір ауру, ол да бір зависимость. Ал енді сенің курсыңнан кейін олардың ауруын емдеуге болады, дұрыс па? Жыпы құмар еркекті ма? Жоқ, мен оны айтам ашық. Жыпы құмар еркекті оны өзгерте алмайсың. Сен айтқандай сальтомен берсең де болмайды деп. Иә. Ол 100 жерден шпагатқа отырсаң да. Иә. Ондай, ол зависимый, понимаешь, новые ощущения. Оның бәрі каждый адаммен, әйелмен болған сайын оған қызықты. Ол сол бір құмарлық қой, құмарлық. Енді сол наркомания мен лудоманиямен бірдей тең дейсің ғой. Оларды емдейтін де орталықтар бар.
ана жақта қызымыз енді тұрмыс құрмаған ғой. Вообще жалпы тұрмыс құрмаған қыздарға қандай кеңес бересің? Тұрмыс құрмаған қыздарға о бастан ер азаматты біріншіден сынап, танып, біліп алу, ашық мінезіңді без маски көрсету. Өзіңді әдемі қылып көрсете береміз ғой біз деген. Бір мынандай гүл берсе болды, жебейміз де қаламыз, өзіміз бүйтіп қаламыз. Менде маска жоқ, мен маскам жоқ қой. Мен тиктокта қандай адам, өмірде де сондай адам. Вообще айтып жатырмын, жас қыздарға айтып жатырмын. Маған қарап қойшы, сен жігіттің алдында қалай екенін көрген жоқпыз ғой біз. Сен может жігіттің алдында өтірік не шығарсың, мышық шығарсың. Тура осындай деп ше, мяу деп отыратын шығарсың. Мысалы көп қыздар Әкел шал сол сөйлесіп жүрген жігіттеріңді осы жерге әкел де сөйтіп көрейік шал. Мейірбек кел. жоқ, көп қыздар біздерде өзін әдемі қылып көрсетеді, сосын анау ер азаматты өзін әдемі қылып көрсетіп ухаживать етеді, гүлдерге алданамыз, көбіне сыйлықтарға, ана ары бері апарғанына алданамыз да деп шыға беріп кете береміз біз деген. А негізінде өзіңнің мінезіңді ашық көрсету, қалай барсың, бетпердесіз көрсету, және де оны ашуда, ызада қандай ол ашуланған кезде соны бірінші тексеріп алу, агрессияға, қыз баласына ашық шынымен ұрсасын, тиісесің, білесің зато да қандай ол жынданған кезде өзін ұстай алмайтын ер азаматтар қояншық болып ұрып тастайтын. Маска киіп алады, кейбір жағда. Қазір тренд, тикток деген жақсы болды ғой, трендтердің бәрін көріп жатасың. Қыздар до и после өмірлерін салып қояды. Кезінде жігітім екеуміз осындай уже үйленгеннен кейін бір айдан кейін маскасын шешіп тастайды дейтін жағдайларда өте көп көресіз. Ойлаңызшы, сіз тиктокқа аз кіретін жарсыз. Екеуміз жастар болмаса жүреміз ау деймін. Апамның шайымен. Айдана ханым дұрыс айтады осы жерде. Шынымен Ақерке бүгінгі тақырыпқа өте жақсы дайындалған екен. Жоқ, андай жан-жақты ізденген көрініп тұр. Айтып жіберейін енді. Бетпердесіз бір-біріңді тану, ашық мінездеріңді көрсету. Сен ерке қыз болсаң, бұзықтау мінезің болса, ашып көрсет, оны жасырма барынша. Сені жақсы көретін ер азамат, сен қандай болсаң да сені қабылдайды. Сені жақсы көретін ер азамат өте көп қадамдарға сен үшін барады. Оның алдында маған ұнап тұр ана жігіт деп барынша соның вкусына, соның қалауына иілудің қажеті жоқ. Көп қыздар дәл осылай шатасады міне. Осы жерден шатасу мүмкін. Как будто бір байғати алмай жүрген адам ұсап болмайы. Басқаша бола бастайды. Үйінде басқа ананың алдында бүйтіп кетеді да иіліп. Сосын өзі емес, өзге болады. Ол ер азаматқа сондай қыз ұнап тұр, мысалы ше, бүйтіп тұр да. Енді тұрмыс құрғаннан кейін өзі шығады дейсің ғой арт жағынан. Басқаша болып, адам шаршайды ғой бетпердемен. Ол да басқа қылып өзін көрсеткен, мына қыз да басқа көрсеткен. И бетпердесіз ашылған кезде ажырасу осыдан басталады да негізі. Бір-бірін көтере алмайды. Вообще бір-бірінің қалауындағы адамдар емес болып шығады да соңында. Жас қыз кезде, как понять сен шынайы? Мен, например, өзім елестетемін да, мысалға 20 жасар Камила, қазіргі Камила екеуі мүлдем екі түрлі адамдар ғой. То есть ол кезде расымен де бір андай миленькаясың ғой енді дегенмен де, артық сөз айтпайсың. Әлбекті өтірік алдап сындырып алған ғой общем. Маскаң шешілмеген шығар әлі Ками? Баяғыда уже. Шешіліп қойды ма? Әрине. Қабылдады бірақ, Бірінші маска бірінші 5 жылдықта шешіледі. То есть 5 жылдан кейін это первый кризисный период. 5 жылда, вот 5-ші жылы сенде почему-то осындай маскаларың шешіледі, бүкіл ана шынайы бейнеңді көрсетесің, и содан кейін ажырасып кететіндер көп. Негізі по статистике сол первый кризисный период. Сен онда сенің маскаң қатты қалың болмаған ғой, видишь? Просто андай баршылық болды енді. Енді сен отырып қалып дедің ба, или қай жасында дедің? Примерно сәл отыруға сәл отырайын деп жатайын деп қалған. Қанша жасында жатуға емес, отырып мына полуприседом. Онда нормально. Жатып қалып деген ғой мен. Жатып қалып. Ұйықтадыңыз ғой, сіз береген ханым ұйықтап дедіңіз ғой сіз. Ұйықтап дедіңіз ғой, жатқан не істеп? Ұйықтап сәл иістеніп қалып шықтым ғой мен. Тұрмысқа ше. Қанша жасыңызда шығып едіңіз? Сендер енді дос болып, әріптес болып жүріп, сен шынайы бейнең братишка болып жүріп, ол мені әпше деп жүрді, мен інім деп жүрді. Сендерге легче было бұл жағынан. Бір күн қараса, інім, әпше. Інім, не істеп жатсың? Әпше бірмет әпше. Кешір. Әлеуметтік желідегі, яғни енді хайп дейміз, хайп деудің да несі жоқ, енді былай танымал болудың жолының ең ауырын сен таңдаған сияқтысың. Яғни көп адам, хайпсыз. Сен хайп үшін істемейсің, бірақ хайп болып кетеді.
жабық парақшамен әдемі айттыңыз. Жалпы біз кез келген қонақтан мысалы қонақ кәде сұраймыз. Әншілер әнін айтып береді, бишілер билеп береді. Сен бізге не істеп бересің? Ойлашы, төрдемізді жатқызып қойып мына жаққа. осы сұрақты бекер қойдыңдар ау. Тоқтата алмай мына жерде. Тоқтата алмай, музыка қойып берсе көріп жерсек осы жерде. Сендер ұялып отырсыңдар, мына жерде көрсетсем білмеймін енді. тұра қалып ән айтып кеткен дейсің ғой сөйтсем. Әні бар ғой. Жоқ, ән сұрап тұрған жоқпыз. Қай әнді айтып отырсыз? Сені Білмеймін, не сұрап сүйем отырғанын. деген әнді айтып отырсыз. Ауырмайды жүректі айтып отыр. Соны Сол емес сол жазған. Қойшы, соны айтатын ба едім? өзім енді біліп отырмын десе. Не айтып отырсыңдар өзім, мен қай жақта отырмын деп бірден есіңді жоғалтып. Давай ағыркеге сұрақ қоятын жеріңіз Менің осы. ішімде бар ғой, сендер қандай күрес жүріп жатқанын білмейсіңдер вообще. Жылаш давай, айтшы. Жоқ, қазір мен өзім келе жатқан өзінде біраз уайымдап келдім ше, мынау қалай болады екен деген сияқты. Не да, потому бағдарлама что болады өзі? бағдарламасы енді нормальный бағдарлама болады оған сендім. Ол просто қандай тақырыптар қозғалады екен, анау қаншама жылдан бері кілең только правильный заттар айтып правильный болып жүрміз ғой енді. И өзімді андай так какама саған мынау неден зона комфортынан шығу керек, болды, ары қарай даму керек, расти надо, сен ты уже не маленькая девочка, сен уже 6 жыл әйелсің деген сияқты, иә, сондай немен келдім да. И қазірдің өзінде осы бір примерно жарты сағатқа дейін андай бір күрес жүрді да, қазір уже Успокоилась. сол қонаққа дейін көрсетесің ба, көрсетпейсің ба? Мен уже дайынмын десе қонаққа дейін көруге. Камила ханым маскасы шешілген сияқты. Қазір кекстің түр-түрі кетеді әңгімеден ше. Әрине. Неше түрлі пирожныйлардың да. Жоқ, шынымен де қыздар дәл осы жобадан кейін астынан неше түрлі әңгіме кетуі мүмкін. Мына бесеуі не айтып отыр, 5 жп дейтін сияқты нәрселерде кетуі мүмкін. Особенно Рауана деп. Особенно Рауана не анау саны жалтырап деген сияқты нәрселер кетуі мүмкін. Бесіктен белі шықпай жатып. Бестен белі шықпай жатып, не айтып отыр, енді мына төртеуі ладно, тұрмыстағылар ананы неге құртып отыр деп те бізді не қылуы мүмкін. Сондықтан уақыт келді шынымен де. Бір мынандай әрине біз қазір ешкімді үгіт насихат жасап жатқан жоқпыз, дұрыс па? Дұрыс емес жолға. Біз қазір жаңағыдай сен айтқандай зона комфортадан шыға алмай жүрген әйелдерге, мысалы, не істесе де күйеуіне жақпайтындар бар, не істесе де өзіне жақпайтындар бар. Айдана дұрыс айтады, бірінші өзіңе жақ, өзіңді сүй, одан кейін басқалар сені автоматически сүйеді негізі. Дұрыс па? Өзін жақсы көріп, өзі үнемі энергиясы асып тасып жүрген адамды бәрі жақсы көреді. А вот енді жаңағыдай энергия жетіспейді неден? Энергия жетіспейді өзіңді дұрыс бағаламағаннан кейін, қатты жақсы көрмегеннен кейін, өзіңді қабылдамағаннан кейін, өзіңнің қалаған қырларыңды дұрыс шығара алмағаннан кейін, халық ел не дейді екен деген қатты қорқыныш болғаннан кейін, барынша дұрыс ашылмағаннан кейін осы әйелдік энергия түсе береді ғой. Түсе береді, сол оған еще өзіңнен күмәнданған сайын ер азаматтың да күмәні арта береді. Өйткені сезіліп тұрады. Ол әйелдің энергиясы сезіліп тұрады. Өзіне сенімді ма, жоқ па, еркін ба, жоқ па деген сияқты. Сондықтан барынша өзгенің энергиясына асықпай, еркектік энергияға, өзіміздің энергияға жақын болайық. Ол әйел болғанның несі жаман екен? Бізді Алла тағала жаратты. Несі жаман екен? Қылықты болсақ, ал әдемі тартымды болсақ, икемді болсақ. Сен айтқандай сүшкі болсақ, несі жаман? Несі жаман оның? Просто менің сөзімді көбісі зажатый әйелдер түсінбейді. И менен қорқып тұрады менің энергиямнан. Как будто мен кәскелемде бір ұятсыз бір нәрсе істейтін сияқты ше. Абайлап, қорқып, өзін ұстап ше. Ерсі бір нәрсе болмаса екен деп. Девочки, камон, біз барлығымыз қыз баласымыз. Біз бір-бірімізді тартып тұру керекпіз ше. Бір-біріміздің энергиямыздан қорықпау керекпіз. Наоборот, ашу керекпіз. Іштегі алауымызды керек жерінде. Мен айтпаймын ғой, бір мысалы сендердің алдында келіп мен шешінбеймін ғой, дұрыс па? Сол сияқты өз орны болады, түннің де орны болады, күндізде әдемі инабатты келін де болып қатыруға болады, әрбір өзіңнің рөліңді ана, керемет ана жаңағы алып жүруге болады, ақылмен. Золотая середина бар ше, артық кетіп қалмай, былай да былай. Просто на рахате мен әйелмін ғой деп өзіңнің өміріңді жақсы көріп сүрсең, бәрі де керемет болады. И түннен де қорқудың қажет жоқ. Түнде наоборот ер азаматымызбен барынша жақын болайықшы, жақсы көрейікші. Біреу үшін емес, ойбай деп ше, еркекке қосылып қалсам, ана белье киіп қалсам мындай болып қалам. Жоқ, зачем артық ой қиындату?
барынша жеңіл болған сайын, ерке болған сайын бәрі де керемет болады. Түніңде ыстық болады. Өте дұрыс. Әлеуметтік желіде енді көп болып кетті ғой сондай ажырасу туралы темаларда. Я в основном ештеңе маған триггер емес та. Мен оқимын, окей, болып жатыр деген сияқты и все. Но мынау сіздердің енді достарыңыз, әріптестеріңіз ғой енді да. Мысалға Дос деуге келмей қалды ғой. әлемінің бір жұлдызы деп айтайыншы енді, иә, сол жақта да мысалға әйелімен ажырасып кеткен. Енді біраз уақыттан бері түсінгенім бойынша енді жаңағы екеуі ара жазбаларын оққан кезде қаным басыма шапты ше. Қалай олай жазады деген сияқты. Потом бәрі көрді деп ойлаймын. И получается естімеген адам жоқ шығар енді оны, иә. Жаңағы бір интервьюында сіздердің жаңағы әріптестеріңіз былай айтыпты: мен онымен ажырастым, себебі ол интим тренер екенін білдім деп. Дұрыс айтып жатырмын ғой да? Иә. Яғни ол расымен де ол үшін ажырасты ма білмейміз, бірақ себебін солай айтыпты. Яғни әйелінің интим тренер екенін білгенде содан кейін ажырасып кеттім дейді. Бұған көзқарасың қалай? Күліп мындай, ол ер азаматтың жазғанынан ақ көрініп тұр ғой, кім екені, қандай екені ше. Ондай ер азаматтар әйтеуір бір жығып бір басқа түк таппаған ғой, сол интим тренер болғаннан кейін ажырастым. Интим тренер саған не? Бір жерін сатама сағатына, не әңгіме ол? Баланың әңгімесі. Ой өрісің өспегеннен кейін отырасың осылай, әйеліңнен бір кінәрат іздеп. Ол жерде әңгіме мүлдем басқа ғой. Ана жазып отқан сөзінен ақ мен қорытынды жасап тастадым. Ана жерде разбирать не нужно даже эту тему. Давай разбор. Давай чуть-чуть. Там же все ясно же. Біріншіден әйел сұлу. Ашық айтайын, әйел сұлу, әдемі, тартымды, энергиясы да тартып тұрады. Ер азамат, так себе, так скажем, да? Не сказать, что прям это Брэд Питт, так скажем. Ол жерде уже өзінің самооценкасы төмендеу болғаннан кейін, әйелінің самооценкасы уже мына қарашы, ер мен әйел өскен кезде біреу қалып бара жатырған кезде, осы жерде тоже бір ажырасуға себеп болады, өйткені әйел тащит, да, его. Давай бүйтейік, сөйтейік, а еркектің көзқарасы, ойы мүлдем басқа, ол басқаша төмендеп бара жатыр да мына жерде. И ол азамат төмендегеннен кейін әйелін де тартқысы келеді да, түссейші, менен қатты кетпе, атағыңда менен кетпесін, жаңағыдай бүйтпе сөйтпе деп жаба бастайды әйелді. Одан кейін әйел ана жерде уже төмен түседі, ұшқысы келеді, либо ер азамат ұшқысы келетін болса, әйел тартып отырады да. Сондай моментте психологиялық тұрғыда ананы унижать етіп, оскорблять етіп, самооценкасын одан сайын түсіріп, өзіне теңемекші болады. А әйел уже, если проработанная, там уже все понятно и ясно. Мен жоқ, сау бол, мен кете берейінші ары қарай дейді. Ана жерде минус таппағандықтан интим тренер. Интим тренер дегеніміз не, халқым? Біріншіден осыны ашып айтайықшы. Интим тренер әйелдің бұлшықеттерін қатайтуға көмектесетін маман, яғни бұлшықеттеріңді босатасың, бала босанғаннан кейін босайды ол, оны қалыпқа келтіру үшін қасында жұмыс жасайды, тренировать етеді, яғни жағдай қысады, босатады. Ол жерде ешкім саусағына бүйтіп кірмейді, бір-бірімен ешкім жатпайды. Ол жерде ер азаматтардың мүлдем қатысы жоқ. Ол интим тренер, әйелдермен жұмыс жасайды. Барлығына пайдасы тиетін адам дейсің ғой? Әйелдерге пайдасын тигізіп жүрген адам, керек адам да, оны интим тренер болғаннан кейін тастап кеттім дейді. Не әңгіме ол? Интим тренер дейтін ол үшін өте сондай низкий не болып тұр ғой, мамандық. Жоқ, не болып тұр емес. Ол жерде көзі ашылмай тұр да, ол ер азаматтың. Көзі қараңғы. Ренжімесін, мені көріп отырса, жеп көретіні 100%, но мен ашығын айту керекпін да. Вот осылай. Жоқ, енді ол себеп пе жалпы ажырасуға? Ол сенің таңдап алған жарың ғой? Жоқ. Ол себеп ол жерде болмай тұр ғой. Ол өзін ақтау дейді. Бұл жай сылтау да. Сылтау және өзін ақтап алу. Бізде халық түсінбейді ғой. Интим тренер, интим деген естіді бітті. Значит, біреумен біреу перісіп жатыр. Нет, дорогие мои, интим тренер әйелдің денсаулығына пайдасын алып келіп жатырған маман. Мынау ше, мындай көп бізде әлеуметтік желіде бүйтіп, я тебя люблю, бірдеме деп алады да, сонда былықтарын шығарады, бәрін шығарады ше. Оның ішінде біз де кірдік негізі. Бізде былтыр 1000 ажырасып қосылғанымыз бар енді. Ол шынайы. Жалпы бұл, конечно, біз ешқашан хайп қумағанбыз. Жаңа сен айтқандай ғой, сенің мамандығың хайп қумасаң да өзінен өзі хайп болып кететін болса, біздің семьямыз сонда. Біз үйленген кезімізде бүкіл әлем қарсы болған бізге ше. Ойбай, мынау кәрі кемпір жас баланы айналдырып алды, ойбай бүйтті сөйтті дейтін. Тура сол сияқты ажырасқан кезімізде де өзінен өзі шулап кетті. Бірақ біз хайп үшін, басқа үшін емес, шынымен де сондай бір кризисный моменттер болады ғой өзі. Енді сендерге сұрақ, мына төртеуің де семьялысыңдар ғой.
күніне немесе аптасына қанша рет ажырасып қосыласыңдар? Ондай момент жиі болады ма? Енді ол әрине түнде күшті болғанымен, жаңа төсек күшті болғанымен де по-любому кризистік сәттерде қаша алмайсың. Иә. Ол мың жерді бастайықшы. Ой, мен ұрыссам менің даусым қатты шығады, айқайласам менің даусым қатты шығады. Ерке бір тәлпіш қатын болдым ғой. Ондай ұрыстар ретка, енді сөздің ашығы мен ашық айта берем. Бірақ ұрыстар болады, отбасы болғаннан кейін ыдыс сылдырламай тұрмайды. Но біздің ұрыстар мынандай ше, біз бір-бірімізді оскорблять етпейміз, ауыр сөздер айтпаймыз, жүрегімізге тиетін. Біз просто чисто боқтасамыз да. Ауыр сөздер айтпаймыз. Просто боқтасам, сосын ұмытып қаламыз. Мысалы, боғауыз сөздер, кет бірдеме дейсің да, мен бұлтаң етіп кетем. Одайым бар бол, кешірім сұрайды. Мен өзімнен қате кетсе. Кешірімді басқаша сұрайды. Мен мысалы екіқабат кезде қолымды бүйтіп қатты қысып ойнаған ғой, бірдеме крапивница деймін, бірдеме көрсетсем деп қоймайды, нервім қосып тұр, кетші десем қоймайды. Сосын ауырып кетті, затымды жинадым да кетіп қалдым риксысқа. Нәнде ішіммен ше, бірінші рет кеттім сол кезде, шынымен айтайын. Сол кезде деген телефонды өшіріп тастадым. Тайып шығатын ғой? Сондай үшін адам кете ма? Өлә, мұнада проблема жоқ, айналайындар ау. Шын айтам, мен сөйтіп сол кезде ренжіп қалған болатын қатты. Ойбай, қолымызды бітіп, ана 8 көзімізге дейін жеткізіп атса да. Риксістің р деген әрпін көрмеппіз ше. Қолым, не мына крапиве, ойбай, 7 рет істеші сен. Мұнау әшейін жүрген қатын ғой мұнау. Еркен ғой мынау десек. Жаман сол кезде ренжіп қалған болатын, телефонымды өшіріп тастағам ғой. Сөйтсем мені тауып алған ғой. Күйеуің тауып алды ма? Жаман, сол тауып алды, білмеймін қалай тауып алғанынша. Кәдімгідей көтеріп іздеген ғой мені. Эмоцияң күшті ше. Соны мен шығып баратырмын, қосылмаймын сенімен, ажырасам деп қойған ғой, ішім мынандай. Өзім шеше. Балаң мына жерде тұр ше, мама қоя саласың ау. Бет ана қарап тұрды тесіктен же. Уже жақындап қалдым ғой мен деп ше. Чотам қоясың. Маған папа керек еді деп ше. Содан кейін барып Папа сөзге негіз деп па? Ауырынан бастайды. Бұл далардың темасы өте жақсы да негізше. Сөзіңіз аузыңызда бұндай Примерно бітті. Ол да леденікші. Сөзі аузында емес. шутка айтқым келіп Примерно кіндік жағында тұр оның ше. Мереке ханым, мен де шутка айтқым келіп Ойбай, айта қойыңыз Ақерке ханым. Мен де осындай негізі еркемін, мен де қылықтымын. Ойбай. Күйеуім айтатын ше, Ақерке тоқтап қалып, бірінші кездесуде тоқтап қалып, мә не деген мақалдатып сөйлейсің деген ғой маған ше. Негізі өзім мақалдатып И сөйлеймін. то мақалды дұрыс айтпайсың. Или дұрыс айтасың ба? Иә, қоятын сұрағымды ұмытып тұр жеріңіздер ал. Бәрекелді. Жоқ, сонымен айтып тастайын енді. Мынау жарты жолдан қосылған да істесең. Сонымен қосылмаймын, болды деп қоям ғой өзімше. Сосын барып ренжім, кәдімгідей менің ер азаматым комплиментке неге андай не емес. Тілге жатпаған. Тілге жатпаған. Наоборот па? Тіл деген масқара ғой, басқа жағынан то есть. Вот, смотрите. Бүйтеді сол кезде, ойла деп қалдым ғой, аузым ашылып, мен сені жан жүрегіммен қатты жақсы көремін деп шын кәдімгідей сөздерін айтты да, қатты. Мен сенсіз өмір сүре алмаймын деп сөйтіп, мен аузым ашылып қалды. Мен айта алады екенсің ғой, айтпайсың ба осының бәрін. Күнде әдемі ба деп өзім сұрап аламын. Әдемісің ғой, әдемі болсаң тұрамын ба дейді да. Осы ер азаматтар неменеге комплиментке сараң болады, а комплиментке кереметтері басқа жағынан жаман болады ше. Поэтому іс-әрекетімен ғой біздің ер азаматтікі. Сөйтіп жаңағы айтып жатқан кезде аузым ашылып, махаббатым мына жақтан бүйтіп лаулап, жарайды, кешірдім. Балам уф деп ұйықтады ма іште? Іштегі бала. Ол қазір зор нәрсе болайын деп жатыр ғой деді. Ұйықтай алмайды екен ғой бейшара. Маза жоқ қой ол балаға да. Ойлашы. Сонымен жаңағы сөйтіп еркелейтінім бар енді. Ұрысатын болсақ боқтасамыз, қоя саламыз. Біздер деген жүрекке тиетін андай сөздер айтпаймыз. Сен 1999 жыл биткенсің деген әңгіме жоқ. Бізде ортамызда потому что андай обидалар жоқ да. Пынықы бітеді сонымен бәрі. Пынықы бітеді. Пынықы, иә, сонымен бітеді. Жақсы екен не осы? Пынықы одан кейін түнде ынықы сонымен бәрі.
сонымен тема бітеді. Кайф, күшті. Сөйле, не айтқың келіп отыр? жоқ не болды сізге? Сен микрофонды аузыңа жеп қояйын деп жатсаң, значит бірдеме істейін деп жатыр. мен анау күлгенімді бүйтіп естіртіп жатырмын. Микрофонға күлкім әдемі ғой менің. бүйтіп күліп қалсам деп жатқаным ғой. Ол да бар, дұрыс айтасың. дұрыс нәрсе істеймін ғой мен негізі бауыр. Сөйтіп рет Айдана ханым тақырыпқа оралсақ деп ақыркүйге ұқсап кетсең. Қасында отырсаң жұғады ғой. сынықтан басқасын бәрі Қазір жинап ақыркүйге ұзақ сұрақ қойыңызшы. жоқ мен бір сұрағым бар да, осы орайда ше, сендер осы Сен маған десең Айданка, осы мен байқаймын да, сені қарап тұрсам, шәкірттерің бар, одан соң жаныңда санаулы ғана құрбыларың бар. Жалпы құрбыларың аз, я, былай шәкірттерің командаң көп енді. Бірақ былай жәм пәдірішке, әмпәй дейтін нәрсеге жоқсың ба? Әлде ол жұлдыз ауруы ма? Микрофон бар. жоқ, менде деген андай араласатын бүйтетін прям жоқ. Мен күйеуім бар, онымен ашық сөйлесе аламын. Басқасына мен негізі ашық адаммын да. Көбісі бүйтіп ашылып, бүйтіп еркін өзіңді ұстайсың. Ана жерде ана адамның ойы басқа болады да саған. Одан көргеннен кейін, қайта басымыз соған тигеннен кейін білеміз да. Мен араласа беремін, бірақ қатты жақын тартып, қыздармен барып бірдеме отырыс жасау, ондай жоқ. Мен оқырмандарыммен ғана. Гәп-пәти, мәп-пәтиде жоқ. Соны айтамын, гәп, бірдеме. Өйткені біздерде көбінесе достықтың арасында бір өсек, бірдеме кетіп кетеді да. Өзімен өзің болып тұрсың ғой, иә. Сенің салаңда тем более. Бетіңе күшті, Айдана, сен күштісің, я дейді, бірақ сыртыңнан біреу, ол андай ғой десе қосылып жамандайды дейсің ғой. Одан соң жалпы шынымен де біз бүгінгі жобадан, бүгінгі осы неден, тақырыптан береріміз болды деп ойлаймын. Меніңше иә. әрине. Енді тырыстық Барынша тырыстық енді. Негізі алдағы уақытта өсек көп болуы мүмкін, күлуіміз мүмкін, басқа нәрселер қозғалуы мүмкін, енді келген қонаққа байланысты. Бірақ енді Айдананың негізгі мақсаты жаңағыда қыздардың көзін ашу, өзін бағаламай, өзін ең соңғы орынға қойып жүрген әйелдерді жаңағыда өмірге көзқарасын өзгерту деген мақсатының өзі маған өте қатты ұнайды. Шынымен де әйелдің жауы әйел емес, керісінше әйел бір-бірін қолдау керек деп ойлаймын. Мен де жаңа Айдан Айтбашев всегда сөйтіп айтамын. Ішпейтін, шекпейтін жаңа қырсық еркек болса, оның бетін бері қара салуға болады, дұрыс па? Жаңа Айдана сияқты қылықтармен. Вообще осы төртеуміз де негізі Айданаға бір кіріп шығамыз ау. Қай жағына? Жаңа еркелеу қылық жағынан, жаңа қолы просто өтірік ауырып қалса, ажырасамын деп жаңа еркелеп. Иә, бұл жерде сосын тек қана жаңағы отбасыңда проблема болса ғана емес, жалпы ой өрісіңді кеңейту үшін, алға қарай даму үшін бұндай тақырыптардан да қорықпай, осындай кісілерге негізі барып дәріс алса болады деп есептеймін мен де. Тек қана қыздардың ең алғашқы қонағы, осы тек қана қыздардың, әйелдердің жанашыры болып жүрген Айдана, Ред Айдананың келгеніне табы шапалар қойыңыздар. Өте әбден лайықты, керемет. Енді өзіңнің де бір айтарың болса, көрермендерге, жалпы қыз-келіншектерге. Рахмет, осылай мені сыйлап, құрметтеп, шақырып отырғандарыңызға мың алғыс. Және де тақырыпты ашық айтып, әдемі жеткізгендеріңізге де мың алғыс. Мысалы біз бүгін ойнадық та, күлдік те, көңіл күйімізде жоғарғы деңгейде отырды, және де актуалды тақырыптарды да әдемі айттық, аша білдік деген ойдамын. Мен басында айтқанда инсайтты, білімді беріп, мотивацияға толтырып жіберген сияқтымыз. И көңіл күйім керемет болып отырды сіздердің орталарыңызда. Мен өзімді жаңағыдай біртүрлі сезінген жоқпын, ең бастысы. Өйткені мен ондай жаңағыдай жерде ашыла алмас едім, қалағанымша ше. Ал сіздердің жандарыңызда отырып, прям бір үйде отырған сияқты құрбыларыммен баяғыдан араласатын. Рахмет шақырғандарыңызға әрқайсыңыз. Келгенге рахмет жаным. Әйелді әйел қолдайды, дұрыс па? Мен құрғыл емес, сіздерге осы біздің қатысушыларға енді Айданаға сыйлығын беріп қойдық. Жаңа келген беді негізі үйден. Қосып қойдыңдар ма оны? Жарайды, ладно, кел. Біздің қатысушыларға да өзімнің Мирар дейтін, білесіздер ғой, брендім бар. Бұл халям-балям, басқа Қытай не емес, таза біздің қазақстандық отандық өнім.
бүгінгі осы бағдарламаның да спонсоры осы негізі. Да? Мирар, иә. Өткізіп Осы жіберіңіз. спонсор Шай етіп сияқты жатқан болды, жайы шай бар. сияқты. Кім Айданаға бірінші беріп қойдық, ә? Екеу берсеңдер де болады деймін да. Жоқ, болды, иә. упаковка жасаған кездегі эмоциямды жақсы көреді менің оқырмандарым. Андай мә күшті қуанасыз балаша деп ше. Мынаның өзіне деп жатыр ғой, мәз Айдана, бұл. сен өте шынайы адам екенсің, шынымен. Риза болдым саған. Қолым ұрып қалды, мен кетіп қалдым дейтін нәрсе ше, негізі ол потолок қой. Мен де түсе алмаймын мысалы. Айналайын-ау, қолың жартысынан кесіліп қалыватса да негізі өйтіп еркелей алмайсың ғой, по идее. Өтір дей алмайсың деп кетесің ғой негізі да. Әркімнің бірақ махаббат формуласы әртүрлі ғой. Я язык Сіздердікі любви. басқаша, видишь? Язык любви басқаша. Қыздар, поверьте мне на слово. Дәл осындай жаңағыдай өтірік па, шын ба, тентек болу жаңағыдай ерке болу дейінші, өтірік емес ол. Шынайы ерке бола алу еркектердің бәріне ұнайды. Ерке әйел әлсіздігімен әдемі ғой. Мен негізі мына жерде бірне айтып кетейін да, мына өзі шақырып, өзі ғана сөйледі ғой деп атпаңыздар. Просто менде қызық историялар өте көп. Арсенді сындырып алатын кезінде мен тура Айдана рет болғам. Рет Айдана болғам. Мен бүйтетін, опа, арастымейда, сәдің я. Ойланды. Бір жараса мақұл ғой, иә. Деп атқан жақсылар ой негізі. Сөйтіп, мен бүйтетін, неге? Деп жүретін ғой. Әдемі жарасып тұр, прям өзім сынып жатырмын. Қай жері? Ғой. Сөйтіп, Шынымен сондай прикинь, болды ма? Арсен маған сынып қалады. Одан кейін шықты ғой не? Арсен дегендер ма? Басқалар сөйді. Арсен! Жоқ, қарашып жаңағы айтып отырған инсайтымыз басында еркелеп тартып ғашық қылып алды ғой енді қара. Енді Одан кейін ол маскамызды кете шешіп- алмайды деп қойсын. Иә, шешіп мінезімізді көрсетеміз дегенім осы ғой. Иә. Андай бүйтіп дей бермей. Иә, дәл. Зато қарашы Зато қалды. Басқа вариант жоқ ода. Ұрып өлтірем ғой кетіп қалатын болса. Жоқ, шынымен де басында қылық өте. Негізі әйел қылығымен сұлу. Анау құршырайдан не пайда? Не? Қызда қылық Қызда болмаса. қылық болмаса дейді. Я, құрметті достар, біздің арнамызға жазылыңыздар. Бұл біздің YouTube парақшамыз. Сіздерді әр апта сайын жаңа шығарылымдармен қуантатын боламыз. Комментарийға жазып кетіңіздер, кімді келесі выпускқа шақырайық. Жазыңыздар, лайк басыңыздар, және де каналға тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен бірге болған тек қана қыздар жобасы. Рахмет.